Жігітімді қалай ұмытамын деген сұрақ. Енді біздің жасымыз үшін мүмкін келіңкіремейтін сұрақ шығар, бірақ жастардың арасында болып жатқан дүние. Жастар бір нәрсеге құлшынатын болса, сол өмірдің соңы ретінде, өмірдің негізгі мән ретінде құлшынады. Не болмаса, кез келген сынақты, кез келген кезеңді өміріндегі бір кезең, бір сынақ ретінде қарайды. Бұл кей кездерде жастарды албырттыққа алып бара жатса, кейбір кездерде өмірден баз кешуге де апарып жатады. Сіз қарауыңыз керексіз. Тағдыр деген дүние адамның маңдайына өзінің қалауы шеңберінде жазылады. Яғни адам қалайды, Алла жазады. Сондықтан да сіздің өміріңіз бір ғана альтернативамен, бір ғана эпизодпен ғана бітпейді. Сондықтан да Алланың берген тағдыры кез келген қиыншылықтан кейін басқаша бір қиыншылықтың, басқаша бір сынақтың, басқаша бір мүмкіндіктің ашылуына да түрткі болуы мүмкін. Сондықтан да ұмытасыз. Кейбір кездерде адамды ұмыту үшін жек көрушілік себеп болуы мүмкін. Кейбір кездерде адамды ұмыту үшін уақыт емші болуы мүмкін. Өйткені адамның көп жағдайларда жүрегіндегі жараны уақыт емдейді. Сондықтан да ойлай берсең, қайта-қайта еске ала берсең, ол жара асқына беруі мүмкін. Психологияда да осы нәрсе бар. Яғни депрессия, стресске түсудің бірден бір жолы бір нәрсені қайта-қайта ойлау, немесе соны уайымдау. Сондықтан да егер сізді бағаламаған болса, сіздің өміріңізге мән бермеген болса, сізді жаңағы құнды санамаған болса, сіз оны құнды санап өзіңіздің жүрегіңізге салмақ салудың қажеті жоқ.